Қайырлы күн, мен Жанабаева Тоғжан Мейіржанова, бірінші санатты акушер-гинеколог, пренатальды ультрадыбыстық зерттеу маманымын. Қазіргі таңда Атырау облысының қалалық перзентханасында бас дәрігердің медициналық көрсетілетін көмек қызметінің сапасын бақылау жөніндегі орынбасарымын. Менің тақырыбым ерте анықтау, ерте қорғау. Мақсатым жүкті әйелдердің акушерлік асқынуларын алдын алу және ұрықтың құрсақшылық ақауларын сапалы түрде анықтау арқылы ана мен баланың денсаулығын қорғау. Мен Аллаға шүкір көп балалы анамын. Кәсіби жолымды 2009 жылы Атырау облыстық перинаталдық орталығында бастадым. Арада 10 жыл салып, іздену мені Елордаға жетеледі. Астанадағы республикалық алғашқы медициналық санитарлық көмек орталығында тәжірибемді тереңдетіп, кәсібилігімді жаңа деңгейге көтердім. ақш, Израиль, Ресей сынды елдер үздік мамандарынан дәріс алып, халықаралық конгресстердің куәгерімін. COVID-19 пандемиясы кезінде Астана медицина университетінің магистратурасын тамамдадым. Елордадағы бәсекелі ортада жүріп, болашақ халықаралық стипендиясына қатысуға бел будым. Ішімдегі үрей сан алуан еді. Себебі Елордаға жаңа келген кішкентай сәбимен өзіндік қиыншылықтары қатар жүрген қарапайым дәрігер едім. Арада аз уақыт салып, болашақ стипендиясының иегері атандым. Тағылымдама Ұлыбритания еліне бұйырды. Ұлыбританиядағы тағылымдама менің кәсіби ғана емес, өмірлік көзқарасымды да түбегейлі өзгертті. Ондағы медицина жүйесі, дәрігер мен пациент арасындағы өзара сыйластық, мен сенім, адамгершілікке негізделген қарым-қатынас жүрегімде терең із қалдырды. Өз жұмысымда кәсібилікпен қатар адалдыққа, әділетке және адамға деген жанашырлыққа ерекше мән беремін. Себебі менің басты қағидам ерте анықтау, ерте қорғау. Бұл тек медицинада ғана емес, өмірдің өзінде де маңызды ұстаным. Осы съемканы түсірер кезінде пациент қарап отырғам, патология бөлімшесінен жүктіліктің 34 аптасы жатырдағы 3 тұртық ұрықтың құрсақшылық кідірісі диагнозымен пациент қарау барысында ұрықтың құрсақшылық кідірісінен бөлек ұрықтың фетоплацентарлық жетіспеушілігінің 3-ші дәрежесі анықталды. Яғни нолевой кровоток. Бұл шұғыл түрде көмек көрсетуге талап ететін жағдай аға жолдастармен қаралып, жедел түрде оперативті жолмен аяқтау шешілді. Нәресте 1,300 салмағымен жансақтау бөлімінде неонатологтардың бақылауына өтті. Әйел жансақтау бөлімінде ем-домын жалғастыруда. Яғни күнделікті біздің дәрігерлердің жұмысы. Сапалы диагностика, тәжірибелі мамандардың арқасында оң нәтиже беріп, ана мен баланың өміріне араша болу осы. Яғни ерте қорғау, ерте анықтау бұл өмірлік біздің жұмысымыз.